Әскерде жүріп баш жарақатын алған қатардағы жауынгер Ербаян Мұхтар 6 айдан бері комада жатыр. Ұлттық ұланның хабарлауынша қатардағы жауынгер Ербаян Мұхтардың баш жарақатын алу фактісі бойынша қылмыстық кодекстің 440 бабы 4 тармағының 3 бөлігіне сай қылмыстық іс қозғалған. Бұл жерде әскери қызметшілер арасындағы қарым-қатынастардың жарғылық ережелерін бұза отырып денсаулыққа ауыр зиян келтіргені мәселе болып отыр. Ербаянның ата-анасы бейбіт күнде армияға барып денсаулығынан айырылған баласының қызметтестері ұрып соққан деп топшылайды. Олардың айтуынша, әскерге кетерде бозбаланың денсаулығында еш кінәрат болмаған. Әскери бөлімде Ербаян әжетханада құлап, унитазға басымен түсті деп түсіндірген. Оқиға қыста болған. Содан бері Ербаян есін жимастан жатыр. Бейне бақылау камерасын көрген анасы Ербаян жарақат алған кезде әжетханада тағы басқа да сарбаздар болғанын айтады. Бұдан бөлек сарбаздың отбасы әскерилер қысым көрсетпек болды деп те шағымданған еді. Әскерге барып мүгедек болып қалған 22 жастағы жігіттің туыстары бірнеше ай бұрын баспасөз мәслихатын өткізіп, халықтан көмек сұрапты. Ал ұлттық ұланның мәліметінше қазір барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Ербаянның ата-анасы талабы бойынша оңалту ем шаралары аяқталғаннан кейін ол үйіне шығарылған. Сарбазға қазір мүгедектікті рәсімдеу қаралып жатыр. Бұдан бөлек ұлттық ұланның бас қолбасшылығы Ербаянға консультациялық көмек беру және ауруханаға жатқызу үшін Ресейдің психиатрия және неврология саласындағы 3 жетекші институтына Түркия елшілігіне хат жолдапты.